Армысыздар ағайын, пиар, медиа, коммуникация саласында әдетте өткізетін подкастымыздың келесі шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгінгі талқылайтын мәселеміз басшының абырой, бедел, репутация мәселесі. Сонымен бүгінгі қонақтарды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі біздің қонақтармен таныстырып өтсек, Салтанат Әскербекқызы, пиар саласының маманы, бизнес-тренер, Серік Жолдасбай, Алаш Орда YouTube жобасының жетекшісі, журналист, және біздің тұрақты қонағымыз Жанасыл Болатбек, әлеуметтік желі сарапшысы, Жайдарман жобасының атқарушы директоры. Қош келдіңіздер. Рахмет, қайырлы күн. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз бірінші басшының абырой беделі репутациясы мәселесі. Ол қаншалықты маңызды, жалпы маңызды ма? Қандай ол әлеуметтік желіде болсын, мысалға оның репутациясы қандай, немесе журналистерге сұхбат бергенде ол қалай ситуациядан шығу керек, не істеу керек деген сияқты нәрсемен. Бұған дейін де біз үнемі айтып жүреміз, жалпы біздің мынау YouTube жобамыз, біздің мынау подкастымыз көбіне мынау пиар саласында, медиа саласында, коммуникацияда жүрген мамандарға бір қосымша құрал ретінде, көмек ретінде бір нақты инструменттермен, нақты кейстермен талқыланатын болса. Ең алғашқы сұрақты Салтанат, сіздің өзіңізден бастасақ. Пиар саласында жүргеніңізге өте көп уақыт болды, тәжірибелі мамансыз. Қалай ойлайсыз, Қазақстандағы кейсті алайықшы ең алдымен. Осы бірінші басшының абырой беделі неге байланысты қалыптасады? Және ол мынау мысалға мекеменің мемлекеттік болсын, квази-гос, тіпті бизнес саласында болсын, мекеменің абыройына ол қатты ықпал ете ме, әсер ете ме? Тікелей әсер етеді. Бренд компанияда болатын болсақ, бірінші басшы бас қайда жүреді, бұрылады, денеде солай бұрылады деген сияқты, міндетті түрде бірінші басшының істегені, сөйлегені, жүргені, тұрғаны, тек қана сөз жүзінде емес, брендтің компанияның миссиясы қандай, біз кімбіз, біз қандай қызмет көрсетеміз деп олар жариялады ма, соған сәйкес келмесе, сөз бен іс сәйкес келмесе, онда тікелей әсер етеді. Және де не сәйкес келіп, сөз бен іс бедел тұрғысынан алғанда сәйкес келсе, аудитория сенеді, іспен көз жетеді, болмаса міндетті түрде ол кері кетеді, кері жұмыс істейді. Немесе аудиториямен байланыс болмайды. Бұл жерде әртүрлі кейс алатын болсақ, жағдай әртүрлі. Сондықтан тікелей әсер етеді. Және бірден айта кетейін, бұл жерде тек қана бірінші басшы емес, бірінші басшы қарамағында жинаған командасына өзінің жүрген тұрғаны, беделі, принципі, құндылығы басты көрсеткіш, бұл құндылығы. Соған сәйкес өмір сүрмесе, бизнесін соған сәйкес құрастырмаса, істеген ісі де соған сәйкес келмесе, командасы да сол өзінің құндылығымен, былайша айтқанда миссиясымен брендтің өмір сүру салты дейміз ба, этикасын бәрін қосқанда оған сәйкес келмесе, екі жақтан не анау кризис туғызады, бірінші басшы, не команданың біреуі кризис туғызады. Медиа тұтынуды мысал ретінде алатын болсақ, көп жағдайда бұрын бізге компаниялар, Microsoft, Coca-Cola деген сияқты нәрселер қызық болатын болса, қазір тек қана оның бірінші басшысы, яғни ақпаратты тұтыну, бірінші басшы қандай болады, және оның репутациясы қандай, соған байланысты біз сол затқа, сол дүниеге жаңағы қатты Apple-да айтады. Стив Джобстың кітабы өткені, тіпті Стив Джобс тұлға ретінде бізге жаңа жеткендігі, біз енді мүмкіндігінше жаңа Samsung-ды емес, Apple-ды көбірек тұтынуға, соны сатып алуға тырысамыз деген сияқты нәрсе. Жалпы мысалға көбіне Серік сияқты жаңағыдай мықты журналистер бірінші басшыға сұрақ қойған кезде, сол кезде мысалға басшының репутациясы ғана емес, бүкіл мысалы министрліктің немесе жағы квази мемлекеттік органдардың басшысының репутациясы ол жақтың барлығы сондай деген нәрсе қалыптасады. Солай ғой, сосын ол ары қарай әлеуметтік желіге тарап кетеді. Бұл жерде мысалға не істеу керек олар? Сіздер деген басшының бытын шығар, қуып жүріп бытын шығар. Енді әлеуметтік желіде болсын, біз енді мәжілісте, үкіметте жүрген кезде әртүрлі сұрақтар қоямыз, өткір сұрақтар қоюымыз мүмкін. Шын керек, көбінесе енді бізге айтып ататын сын, провокациялық сұрақ қоясыңдар дейді. Біздің мамандығымыз ғой, біз әрине оны әртүрлі қиын сұрақтар қоямыз, және одан біз нәтижелі жауап күтеміз. Бізде енді былай ғой, шындап келген кезде өткір сұраққа нақты жауап беру, айналып келген кезде ол бір басшының ғана мәселесі емес, оны тереңдеп қарайтын болсақ, ол жердегі біздің жалпы әкім болсын, министр болсын, олар демократиялық елдегідей сайлауға қатысып, дебатқа қатысып,
бәсекелестікпен келген жоқ та. Көбінесе тағайындалды, өзі тәжірибесі жоқ 3 күн дегіңіз бұрын келе ма ғана сонда? білуі мүмкін, министр Аха. болатын, облыс әкімі болатын, содан келді. Былайша олардың көбінесе мынау коммуникацияны дұрыс игермейтіні сол біздегі жүйедегі, яғни тағайындау жүйесі, ол жерде ешқандай да Мен келіспеймін. енді ол Жоқ, толыққанды былай олай ғой, емес мысалға ол тұтқиылдан келмейді Барлығы ғой. әкім ондай Мысалға емес қой. анау кешірім сұраймын, бірақ енді шемешке сатып отырып әкім бола бұл салмайды ғой. жерде Мысалға сұрақтарға піспеген деп тұр ғой. сұрақ Егер піспеген, Егер бірақ менде бір нәрсе бар. Дайындау. Біріншіден маған журналистердің басшыны қуалап жүргендері ұнамайды. неге? Жамырап атады ғой былайынан. Маған білмеймін, оны қабылдай алмаймын мен ондай системаны. Не үшін Бір екенін тәртіп білмеймін. жоқ, Бір иә? иә, бір этикалық Жабысып дүниеге сәйкес итеріп. келмейтін секілді. не керек Жоқ, оған? мен Екінші, оған ол егер, маған бәрі ұнайды. провокациялық журналист сұрақтарында мен бір қатты қабылдай алмаймын. Өйткені бір ана ситуацияға келмейтін басқа бірдеңені сұрап жатады. Көзілдірік Мынандай басқаша болып тұрады тұр деген ғой, сияқты. болыпты ғой, оның сіздің пікіріңіз қандай деп сондай бір депутаттардан небәрі бірдеңені сұрау керек та әйтеуір. Сол нәрселер маған Мен ұнамайды. қайта Сосын келісемін. Үшіншіден, егер сіз қалағандай жаңағы басшыны піспеген деп айтып жатсың, Дайын пісу керек емес. болса, онда сіздер ондай қуалауды жаңағы замдардан, төменгі жақтардан бастауыңыз керек та. Өйткені белгілі ғой, төменгі жақта жүргенде ертең олар басшылыққа келеді. жаңағы мәжілісте болсын, үкіметте болсын, қуалау мәселесі. Егер Мен- министр қашпай жауап берсе, оны ешкім қуаламайды. Қуаламайды, мен келісемін осымен. Қуаламайды, өзінің жауабын береді. Неге ол қашады жұмыстан? Неге сұрақтан қашады? Егер ол жұмысын білсе, егер ол жемқорлық мәселесінде проблемасы болмаса, өзінің жұмысын бес саусақтай біліп отырса, ол журналистерден қашпайды. Наоборот, журналистер дайын сұрағына жауап алғаннан кейін кетеді деген сияқты. Мақұл, қашпаған басшыны айтыңызшы. Қашпайтын керемет, иә. Иә. Кім бар? Енді бізде мына мәжілісте бар ғой, қазір қарап отырмыз ғой, басшының репутациясы туралы айтып жатырмыз да. Мысалы, қашпай соңына дейін тұратын Бақытжан Базарбектер, Бапилер, Олар басшыға жата ма, олар депутаттар ғой. Олар депутаттар енді. Мысалға министрлерден, әкімдерден кім бар? Иә. бедел тұрғысынан. Бедел тұрғысынан. Басшылардан енді бізде мына әкімдер келеді ғой, СК-ға жыл сайын. Иә, иә. Олар да кәдімгідей бір ұлттық бірыңғай тест тапсыратындай бір қорқып, өте бір напряженный келеді да. Неге олай келеді? Сондықтан меніңше бар ғой, Жоқ, солардың ішінде бар ма? Кәдімгідей сабырмен, әдемілеп жауап беріп, қоя беріңіз. дайындалып. мен Ой, айтуға Жеңіс болады, Қасымбек. мысалы Жеңіс Қасымбек мысалы СК-ға келген А. кезде Жеңіс Қасымбек Астана қаласының әкімі, Жеңіс Қасымбектің өзінің ұстауы, жалпы жауап беруі мені қанағаттандырды. Неге? Себебі біз бұған дейін Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаевты, иә, Нәлібаев. Ғабит Сыздықбековті көрдік та, ол мысалы журналистің сұрағына бір өркөкірекпен жауап береді, өте бір сен кімсің деген сияқты бір позицияда жауап береді. Ондай кезде салыстырмалы түрде мысалы Жеңіс Қасымбектің қандай провокациялық сұрақ қойылып жатсын, өткір сұрақ қойылып жатсын, бір темппен жауап беруі маған өзіме ұнады, мен айтып Тамаша. жүрем. Жалпы күшті. басшылық тарапта маған андай бір түсінбейтін нәрсем бар да. Мысалы, сен әкім болып келдің, сенде уже бұған дейін қалыптасқан проблемалары бар және жақсы дүниелері бар, иә? Мгм. Сен неге проблемадан қашасың, неге ол проблеманы жасырасың? Иә. Иә, проблема бар. Бар. Өйткені ол маған дейін болған. Мен енді сол проблеманы шешуге тырысып жатырмын. Иә. Мен мына Бірінші жерде бұл екі ғой, неге одан қашатынын былай түсінбеймін. айтайыншы, мен мына жерде екі инструмент көріп отырмын. Бірінші, жаңағыдай проблемадан қашпайсың, шығып отырып сөйлейсің, айтасың деген сияқты нәрсе. Екінші, жаңағы белгілі бір дайындықпен өр көкірек жаңағы танытпай Ол деген енді сияқты бұл, журналистердің коммуникацияда әділет мәселесі. әкімнің жіберетін жалпы қателігі да, өйткені сен журналистті өзге қарсы қойып аласың, жаңа мысалы Нәлібаевтың кейсінде де сондай бір оған наоборот журналистер ондай бір жаңағыдай өркөкіректік несіне ерексіп, одан да қаттырақ сұрақтар қою мүмкін да. Ғабит Сыздықбеков былай қарап отырсаң дипломат, бір жақсы, былай образы жақсы жігіт қой. Бірақ ол кісінің де жаңағыдай бір өктем мінезі бар да. Ондай жағдайда мысалы журналистердің арасында жақсы пікір қалыптаспайды. Ал осы кезде мысалы жаңағы мысалы әкесі кезінде Назарбаевтың жанында жүрген Жеңіс Қасымбектің ешқандай бір эмоция білдірмей байыпты жауап беруі жалпы осы дүние бір қызықты дүние деп есептеуге болады. Енді мен айтайын, иә. спикер дайындайтын тренер ретінде де айтайын, пиар және коммуникация эксперт ретінде де айтайын, бұл жерде 50-50. Біз біріншіден әкімдерден бүткіл біздің өмірімізді мемлекеттік қызметкерлерден, бұл жерде қоғамда мынандай да бір мәселе бар. Мемлекеттік қызметкерлерден біздің өмірімізді жақсартуды талап етеміз да, өзіміздің өмірімізге деген жауапкершілігіміз алғымыз келмейді.
былайша айтқанда бір мәселе бұл жерде бір жақты ғана емес та, кешенді. Сондықтан шаруа қор деп жатырмыз әкімдерде, менеджмент. Әкім болу мемлекеттік басшы ғана емес, бизнесті де басқару, әкімнен де, мемлекеттік қызметкерден де, бизнес өкілінің басшысынан да тамаша менеджмент, шаруа қор болудан бөлек коммуникациядағы әккі болуды талап етеді. Қазіргі 21 ғасырда дамыған елдерде балаға мектептің қабырғасынан 4К-ны оқытады. Қазір одан да көбейіп кетті. Метанавыктар, метамашықтар дейміз ғой. 4К-ның бірі коммуникация жасай білу, коллаборация жасай білу екіншісі, креатив тұрғысынан ойлау үшіншісі, және критикалық, сыни ойлау. Бұны мектеп қабырғасынан тарсылдатып, тақылдап сөйлеу, жаңағы сұхбат жасау, қашпау, бұның барлығы өзің эмоцияңмен жұмыс. Бүгінгі біздің мектептегі оқып жатқан балалар сол белгілі бір стандартты соны алып қазір оқып жатыр. Ал енді неге қазіргі жастағы әкімдер енді оларды біз былайша айтқан, мен ешкімді ақтап тұрған жоқпын, дайындалу. Ол да жауапкершілік. Сен әкім боласың ба, мемлекеттік қызметкер боласың ба, міндетті түрде дайындық керек, оған жоспар керек. Жеңіс Қасымбек онымен жұмыс істейді. Бұрын Жеңіс Қасымбек ондай болған жоқ. Қазір сіз айтып отырсыз, мен ол кісінің өзгергенін көріп отырмын. Ал біреу онымен жұмыс істемейді. Неге сіз журналист ретінде, мен де өзім бірінші мамандығым журналист қой, неге сіз оны байқап тұрсыз, дұрыс айтып отырсыз. Мен көпшіліктің алдына шығатын болсам, мен өзімнің бойымдағы, бұл эмоциямен жұмыс. Эмоция тұрғысынан алғанда менің бойымдан менмендік болса, мен сол менмендікпен шығамын. Ал егерде мен көпшіліктің алдына шыққан кезде жауапкершілікпен шығып, мен әкіммін, мен мемлекеттік қызметкермін, болмаса мен бизнес өкілімін, менің қазір сөйлеген сөзіме байланысты, істеген ісіме байланысты, менің бизнесім жүреді, беделім өседі, болмаса кері кетеді. Болды, алгоритм қарапайым. Сондықтан дайындалу, жауапкершілік пакет бар, кешенді пакет бар. Көпшілік алдына шығатын адам, мен мықты медицина эксперті, мықты хирург болуы мүмкін, бірақ маған қосымша көпшілік алдына шығуды білу керек. Барлығы үйрене ала ма? Болды. Кез келген адам үйрене. Кез келген адам үйрене ала ма? Өйткені адам баласы туғанда қандай ештеңе сөйлемейді, ештеңе істей алмайды. Дүние жүзіндегі тіршілік иесінің тек қана адам зат қана, адам баласы ғана біреудің көмегінсіз өз бетінше жүріп тұрып сөйлеп кете алмайды. Басқа жануарлар, басқа тіршілік сияқты емес. Адам баласы соншалықты бір жағынан бейшара, оған туғаннан көмек керек, бірақ туғаннан біз міне қолдан жетектеп жүргізуді үйретеміз, сөйлеуді үйретеміз, ыңғайсыз сұраққа дайындалуды да үйретеміз. Бәрі бар. Ғылыми тұрғыда, инструменттерде, практикада бәрі бар. Бұл сізге керек, болмаса керек емес. Қандай әкім үйренсе екен? Жауапкершілік. Мен оны жұмыс дегендіктен айтып отырмын. Облыс әкімдерімен де. Қандай әкім үйренсе екен? Журналист айтып отыр. Кез келген министр әкімнен бір керемет репутациясы мықты адам шығару қиын. Қиын деп есептеймін. Неге? Себебі мысалы Мөлдір Абдуалиева, Аймағамбетовтің пресс-секретары болды. Аймағамбеттің имиджі қалай қалыптасты, одан кейін су министрі Нұржігітовтің пресс-секретары болды. Нұржігітов неге тазада қалды? Неге мысалы Аймағамбет жарқырап шықты? Себебі Жамбыл облысының әкім болып тұрған кезде жаңа Нұржігітов жалпы журналистердің алдына шығуды қорқатын, мүлде жауап бере алмайтын. Мысалы екеуін салыстырсақ, мүмкін жаңа білімге байланысты Аймағамбетовтің көп көрінетін шығар. Мен сізге бірден жауап бере салайыншы? Меніңше Нұржігітовті мысалы Аймағамбетов сияқты халыққа сүйкімді ету мүмкін емес. Енді қараңыз. Мен спикер дайындайтын бизнес тренер ретінде менің өзімнің авторлық курсым бар. Оның аты антикризисный спикер деп аталады. Мен сізге ол жеке курс, жеке адам алатын курс. Мен сізге айтайын, ол апробациядан 3 жыл өткен курс. Одан облыс әкімдері де өтті, депутаттар да өтті, кандидаттар да өтті, саяси корпуса президентке тікелей қарайтын бірінші басшылар да өтті. Мен сізге гарантия беремін. Бір айдың ішінде, тек қана бір ай емес, жалпы кез келген адамды өзгертуге болады. Ол эмоциямен жұмыс. Көпшілік алдына шығуға барған кезде де сізге техника беру мүмкін. Актерлық ойындар жасатады, жаттығу жасатады, жағыңыз да ашады. Ал сіздің ішкі қорқынышыңыз, сіздің сенімсіздігіңіз, сіздің менмендігіңіз, ол қалды ма, жоқ, сіз онымен жұмыс істедіңіз ба? Бұл үлкен күшті жұмыс, және оны былай өзгертуге болады. Мен сізге просто кім өзгерттіңіз деген сияқты. Атын айта алмаймын, өйткені ол келісім ғой индивидуальный, бірақ мен сізге толық айтамын. Ойбай, мен керемет, бір фамилиясын айтады, бұрынғы президенттің спичрайтері болған, мен сен қазір шемішкеше шағып тастаймын, мен политтехнологпын. Окей, жарайды, келіңіз көрейік. Көрген кезде бір айдың ішінде бүйтіп келген адам бүйтіп жарқырап, өмірін қайта қарайды.
саналы түрде эмоция тұрғысынан алған кезде адамның ішкі ресурсын былай өзгертуге болады. Сондықтан мен келіспеймін. Өйткені бір нәрсе айтайын маңызды. Аймағамбет сіз айтып жатсыз, басқаны айтып жатсыз. Менмін. Маған Алла тағала жаратылысымда берген, мүмкін шешендік шеберлік болмаса бір берілген шығар меген. Әкем сондай болған шығар. Бірақ сіз басқа адамсыз. Аттарды атап жатсыз ғой, әкімдерді атап жатсыз, басқаларды атап жатсыз. Сондықтан біреуге көмек керек емес. Интуиция деген дүние бар. Ал біреуге көмек керек, көп жұмыс істеу керек, өкінішке орай отыру керек деген сияқты разбор жасау керек, көрдіңіз ба? Сондықтан әр адам әртүрлі. Мен дұрыс түсініп отырмын ба? Сонда кез келген әкім болсын, болады. Кез келгенін әдемілеп бұл жерде айтатын нәрсе, егер ол адам дайын болса, керек болса, ол адамға лайықты жұмыс жасалса, кез келген адам өзгертуге болады. тренерлер көп қой. келіспейтін екеуміз сияқтымыз десе. Негізі қиын, мысалы Нұржігітов қазір енді су министрі болып отыр ғой, бұрынғыдай емес, журналистерге жауап беріп жатады. Бірақ енді жаңағы Аймағамбетов сияқты халықтың сүйкімді. Енді Аймағамбетов мөлдірмен бірге министерствоға келген жоқ, оның ар жағында да жұмыстар жасалды ғой. ғой. Оған Ол тұлғалық Енді қалыптасу. міне осы жерде мына нәрсені айтамыз да, мысалға мақұл сұхбат бергенде болсын, ол өзін қалай ұстауы керек. Мысалға сіздердің әрқайсыларыңыз қандай кеңес берер едіңіздер? Көбіне бірінші басшы, мысалы әлеуметтік желіде өзін қалай ұстауы керек, не істеуі керек? Мен айтатын болсам, бірінші әлеуметтік желіге шығу не үшін керек деген сұрақтың жауабын алу керек. Не үшін керек? Сенің жасап жатқан компанияңа ол керек па? Ол жерде бірінші басшының көрінуі қажет па, қажет емес па деген секілді. Мысалы, кейбір компаниялар болады, оның жұмысын халықтың білуі бір қатты қажет емес та. Ал ол жерге сен не үшін оның бастығына жеке пиар жасайсың? Және екінші, жақсы, керек деп алдық. Енді жаңағы айтқан, ол басшының образы қандай? Яғни ол басшының өзі ол нәрсені қалап тұрма, қаламай тұрма деген нәрсені шешіп алу керек. Содан кейін барып, қандай формада шығамыз деген нәрсе бар. Кәдімгі блогерлер секілді азаннан кешке шейін ананымнан айтасың ба? Демек, или анда-санда ғана ресми отчет беріп отырасың ба деген нәрсе. Бірден осы жерден сұрақ қойып кетейінші. Квази мемлекеттік секторды алайық, қазақ-мыс болсын, қазатын болсын, пәлені болсын, түгені болсын. Оларға бірінші басшыға, мысалы, әлеуметтік желі керек пе, керек емес пе? Әкім, министрлерге ол міндетті түрде керек, неге? Өйткені олар қоғаммен жұмыс істейді. Осы пікірмен келісесіз бе? Сәл, өйткені бізде бір талап болды ғой, әкімдер міндетті түрде әлеуметтік желіде отыру керек деген. Ал негізі былай қарасаңыз, әкімнің әлеуметтік желісі ол өзінің жеке парақшасы да негізі. Ол мемлекеттік страница емес, акиматқа тіке связанный нәрсе емес ол. Ол өзінің жеке репутациясына керек нәрсе. Ал оны ол қолданбау ол екінші пландағы нәрсе, өзі қалауына қатысы болатын нәрсе. Мысалы, біз өзі қаламайтын жаңағыдай эмоциясы немесе жұмыс жасау стилі әлеуметтік жерге сәйкес келмейтін адамды сен оны қалай қинайсың? Сен әлеуметтік жерге шық, бірдеңе айт деген нәрсеге. Және оған бір жағдайда керек, мен оны журналистерге де бұрын айтатындығым, сен жеке репутацияңды, жеке имиджіңді қалыптастыру үшін ғана оны қолдансаң, сен мына жерде мен жақсы жұмыс жасап жатырмын, ертең мен кетем, сол кезде мен ар жаққа бара аламын деген мақсатта ғана қолдансаң, мен оны кәдімгідей қолдайтын едім. Бір әкім өте белсенді болды әлеуметтік желіде. Әр нәрсені бір жазып, астына пікір жазып. Өте жақсы. Жоқ, енді өте жақсы дегенде ол шынайы, саяси жүйеде ондай нәрсе бір сәл дұрыс емес секілді көрінеді. Жоқ, мен бір жерде айтайын, ойымды айтайын. Ол жерде өте қауіпті, сен бір-екі нәрседен қате кетсең, сен бүкіл жаңағы өзің басқарып отырған жүйеге толық нұқсан келтіресің. Өте риск өте жоғары. Журналистер бірден алып кетеді ғой, пәленше өзінің Facebook парақшасында үйін көрсетті, көкшасын көрсетті деп. Қараңыздар, бұл жерде коммуникацияда жалпы біз сенімге қол жеткізу, және де әкім деп отырмыз, мемлекеттік қызметкер болсын, міндетті түрде халыққа қызмет еткеннен кейін, мен қазір бұл жерде тікелей халыққа қызмет ететін мамандарға қатысты айтайын. Олар халыққа қызмет еткеннен кейін парақша әлеуметтік желіде болу міндетті ме, міндетті емес пе деген сұрақ мүлдем туындамайды. Менің ойымша пиар маман ретінде, себебі ол қажеттілік. Бүкіл дүние жүзі
мына технологияның соңында зымырап, ғаламтордың соңында, әлеуметтік желінің соңында кеткен кезде бәріміздің назарымыз да, ауамыз да, ішкен жегеніміз де әлеуметтік желіде болғандықтан, әлеуметтік желіде отырудың өзі міндет. Сосын мемлекеттік қызметкер, ол бизнес саласының басшысы болсын, бірінші басшыларға қатысты ол жазылмаған заң бар. Бүгінгі заманда коммуникацияда бедел тұрғысынан алған кезде жұмысыңды тамаша қылып істеу аз, оны қосымша көрсету керек. Қалай жүріп жатыр, не қылып жатыр, жаңа біз құндылық туралы айтып жатырмыз. Басқа да ресурстар Әкімге толып жатыр. бару керек. Неге білесіз бе? Өйткені қараңыз, бірақ қана талап. Аудиторияң қайда? Сен жеке бизнес бол, әкім бол, мемлекеттік қызметкер бол, президент бол, аудиторияң қайда отырады? Нені тұтынады? Қай коммуникация каналын тұтынады? Сен сонда болуың керексің. Болды. Бүкіл халық әлеуметтік желіде отырғанда сен ол жерде менің беделім ол керек емес десең, сен коммуникация тұрғысынан алғанда коммуникациясыз отырсың. Мынау Бағдат Мусин министр кезінде бір эпизод ұнады да, ол бала шағасымен қыдырғанын, шанамен сырғанағанын солай жариялап тұрады да. Сізге ұнай ма сол журналист? Мен де журналист, бірінші мамандығы журналист. Ол былайша адам ретінде көргім келеді да, министрлерді. Тек қана тақырып өзгеріп кетті ше. Мен әкімдердің әлеуметтік желіні қолдану қате деп отқан жоқпын. Бізден үкіметтен жоғары жақтан тапсырма болды бұрындары. Болды, соны қате деп тұрмын. Міндеттеді ғой. Ал әкімнің міндеттеу қате дейсіз ба? Міндеттеу қате. Әлеуметтік желіні қолдануы ол әкімнің өзі шешу керек. Жоқ, не себепті міндеттеді деген сұрақ туындайды да, өйткені әкімдер әлеуметтік желіде болған жоқ. Халық әлеуметтік желіде отыр, негативтерін сояққа жазып жатыр, шағымдарын сол жаққа жазып жатыр. Әкімдер жоқ. Сол себепті барыңдар деді. Акиматтың ресурстары ол кезде дұрыс жұмыс жасамады. Мүмкін, енді біз. Мысалы, қандай да бір мәселе болса, сол әкімді тектеп жазасың. Ол тектегеннен кейін өзі жүргізіп отырса да, жаңа көмекшісі айтады, мына мәселе бар екен деп. Демек, ол шешілу мүмкіндігі жоғары болуы мүмкін да. Сосын мен бір ұмытпай тұрғанда, кешіріңізші, бағана айтайын дедім да. Өкінішке орай, мен адамның өзінің өміріне өзі жауапкершілігі тұрғысында бекер айтқан жоқпын. Соңғы жылдары бір мен үшін қалыптасқан қағидат өзім қалыптастырдым десем де болады. Біз көк туымызға қуанамыз, мақтан тұтамыз, көк паспортымызды алақайлап аспанға лақтырамыз, ал мемлекеттік қызметкер, әкім, мемлекеттік тіл, рәміздер бәрі қатар бір тұрған дүние, біз үшін құнды дүние. Сондықтан бүгінгі таңда әлеуметтік желіде біз бүткіл негативті әлеуметтік желіге жазамыз да, мемлекеттік қызметкерлерді жек көріп кеттік. Ол дұрыс түсінік емес. Біз қайқа бара жатырмыз. Сондықтан бұл жерде адамның мінез құлқы өзгеріп бара жатқанда біз ескеруіміз керекпіз. Жалпы ковидтен бер қарай, болғаннан бер қарай, дүние жүзінде адам баласы өзінің эмоциясын басқара алмай, мінез құлқымыз қатты өзгеріп жатыр. Сондықтан біз оны да ескеруіміз керекпіз. Және бір жақты мына әкімдер бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп бір жек көрушілік болмау керек, шекара болу керек. Иә, сына, жұмысына қатысты А, Б, С, Д, әден бастайсың ба? Айт. Бірақ сен кемсітпе. А біз не істеп жатырмыз? Қарғаймыз. Өмірімізде бір жалақымыз жетіспесе, әкімнен сұраймыз. Бұл не? Мен өмірімді өзім шешем бе? Жоқ, мен әкім туды ма? Жоқ, мәселе былай. Сондай да не бар да? Тенденция бар. Тенденция бар. Қызметкерлерге теріс көзқарасы ол табиғи нәрсе. Неге? Себебі сайлау әділетті болу керек. Халық өзі сайлаған, өзі ұсынған адам министр болу керек. Сайлауға қатысты, жақсы. Бұл жерде тек қана сайлауға қатысты емес қой. Сондықтан мен ойымша, халықтың реакциясы, жалпы көңілі қалуы, әлеуметтік желіде өте қатты жазуы, бұл осы сайлаудың өзінің қалауындағыдай нәрсенің болмай жатқандығының көрінісінің. Жоқ, жазу керек. Мен жазбау керек деп тұрған жоқпын. Жазуымыз керек біз, өйткені қараңыздар. Әлеуметтік желіде жазу бұл сөз еркіндігі, сөз бостандығы. Иә, ол сақталады. Жазыңыз. Нақты фактімен, заңға сәйкес талап етіп, әкім жұмыс істемеді ме, сотқа беріңіз. Мысалы айтам да, сервис дұрыс көрсетілмеді ме, жалып жасаңыз. Болмаса құқықты тұтынушыны қорғау. Заң көп. Мен оны айтып тұрған жоқпын. Менің айтып тұрғаным, жекеге кетіп қарғау деген не ол? Енді ол әркімнің балағаттау, кемсіту деген, прикол ұстау деген не ол? Жоқ, ондай бәр жақта. Мен просто мысал ретінде айта салайыншы. Осыдан 4-5 жыл бұрын біз Кувейт еліне жаңағы пресс-тур ұйымдастырғанбыз. Сонда олардың мәжілістеріне жаңағы оның ішкі несі қандай екен деген сияқты журналистермен аралап бардық. Сонда олар айтады, сіз
журналисттің сұрақ олар бойынша қазір өзгерді ме білмеймін, бірақ сол кезде бізге ол кісілердің айтқаны, бізде егерде журналист саған журналистік жаңағы өзінің куәлігін көрсетіп, кез келген жерде саған кез келген сұрақ қойса, сен оған жауап бермесең, сен заң жүзінде сен жаңағыдай не қыласың, жауапкершілікке тартыласың. Ол жаңағыдай бағанағы айтып отырған нәрсе, мысалға ана көзілдірігің қандай, пәленшен мындай деген сияқты маңызды емес. Сен қоғамның алдында, яғни сен мемлекеттік қызметкерсің, сен соның төлеп отырған салығына айлығыңды алып отырсың, сондықтан да саған сол салығын төлеп отырған адам кез келген сұрақ қоя алады деген ұғым бар да мысалға оларда. Сондықтан да бір кей жағдайда бұл жер бәрібір екі-үш дүние сияқты. Мен мысалға бізде жаңағыдай журналистердің тарапынан деп айтайыншы, қарғап сілеп отқан ешқайсы жоқ, сұрақ қояды. Тіпті мысалға кейде айтады ғой, мынау көзілдірігіне, сағатына, пәленіне, түгеніне байланысты сұрақтардың жеке менің өзімнің көзқарасым. Мен мысалға айтамын, егер сен мемлекеттік қызметкерсің, бұған дейін мысалға сенің айлығың көп болса миллионнан аспайтын шығар, мысалы қазір ғой бертін келе саған ондай сұрақтың қойылуы заңды дүние. Осындай қымбат дүниелерді сен қалай алдың, қайдан алдың деген сияқты нәрсе, ол кәдімгідей қарапайым дүние. Сен ол сұраққа ондай сұраққа дайын болуың керексің. Яғни бұл қайтадан жаңағы киіп шықтың ба дайын болуың керексің. Киіп шықтың ба дайын болуың керексің. Мен мысалға өткенде мысал ретінде айтайын, IT компанияның бір басшысы бар. Тамаша, керемет кісі, сол айтады, мен мысалы журналистердің алдына шығайын деп жатырмын, маған қымбат киінбеу керек шығар, маған осындай қымбат киінбе деген кеңес айтты дейді да. Мен айтам, қайта сіз қымбат киімей шықсаңыз, сол ұят болады деп. Соны ол таңғалады да, неге сіз солай айтасыз? Мен айтам, сіз үлкен бір IT компанияның басшысыз. Сізге компанияның жағдай жетістігін, компанияның жағдай табысын көрсеткіші болады. Сіз ол жерде қарапайым болып отырсаңыз, мысалы басқаша көзқарас қалыптасады. Біз енді қоғамдық пікірмен жұмыс істейтін адамдармыз, мысалы. Мен көбіне сондай нәрсені айтамын да, яғни сіз осындай дүниеге келдіңіз, бұған дейін бізде көбісі бар ғой, кімдер бар, неден бизнестен келгендер, тағы басқа деген сияқты ше, мысалға олардың киіміне тағы басқа қатысты сұрақтар қойылатын болса, онда тұрған еш нәрсе жоқ сияқты. Бірақ енді жерде бір нюанс бар. Инструмент айтайықшы. Нақты инструмент айтайықшы. Нақты инструмент лайфхак ретінде де осыған қатысты. Енді мен пиар маманы ретінде мен қанша жерде менің табысым жоғары болып тұрса да, мен қарапайым болып шығуды ұсынамын. Неге? Өйткені менің алдындағы тұрған аудиториямның табысы әртүрлі. Көпшіліктің алдына шыққан кезде біреу сенің сөзің тыңдайды, біреу сенің киіміңді аңдиды. Сол себепті ол алтын ереже. Қанша жерден табысты болып тұрсаңыз да, қарапайым болыңыз, жылтырап шықпаңыз. Ол жазылмаған, бірақ 100% жұмыс істейтін заң. Неге? Себебі, былайша айтқанда, кімде жоқ, ана айтады ғой, бар болса, жоқ болса көре алмайды, бар болса бере алмайды деген. Қазақтың даналығынан асқан өмір көрген даналық, білмеймін, бар ма жоқ па дүние бетінде, оның бәрі айтылып кеткен. Сол себепті қанша жерден табысты болыңыз, жылтырап тұрсаңыз да, көпшіліктің алдына шыққан кезде жұпыны емес, бірақ қарапайым болыңыз. Керек емес жылтырап шығу. Брендтерді айтып кетейін деп жатыр едім. Осындай кесе бола ма, болмайды ма деп. Ол қарапайымдылық, ол аудиторияңа деген құрмет. Өйткені сені кім тыңдап отыр? Бізде бүкіл халық контекст маңызды. Енді бұл жерде мәселе қоғамдық контекстке байланысты. Қарапайым дегенде ер азаматқа қатысты келетін болсақ, ол максимум білмеймін бір қымбат сағат тағып келетін шығар. Ал костюм шалбар, ол қай жерде де костюм шалбар ғой. Жарайды. Не айтайықшы, инструмент айтайықшы. Әлеуметтік желі ашылған жоқ осы нәрсе. Сіздің тарапыңыздан естіген жаңағы рекомендация деп айтайыншы. Ол мысалға біріншіден сен қандай мақсатпен әлеуметтік желіде жүрсің, әрі қарайғы контентке қарай келейікші. Мақұл делік, белгілі бір шешім, белгілі бір мақсаттарға жету үшін басшы әлеуметтік желіге шығу керек екен деген сияқты. Контекст қандай болу керек? Мемлекеттікте, бизнесте, квази мемлекеттікте, мысалға жаңағыдай, немесе үкіметтік емес ұйымдарда әрқайсысында әртүрлі контент, немесе жаңағыдай. Қазір тренд болып кетті ғой, елімде соқсаң жүрегің деген сияқты болу керек па? Контент қандай болу керек? Қандай инструменттерді пайдалануымыз керек? Негізі ең бірінші шынайылық. Өйткені сен бәрібір біреуді қолданасың, то есть жұмыс жасаған кезде. Ал сенің болмысыңа сай емес дүниені жасаса, ол әлеуметтік желіде білініп тұрады. Сосын өзіңе жаңағы айтқандай нақты не керегін біліп алу.
Мысалы менде бір кәсіпкер болды, оның жұмысы Қазақстанға мүлдем қатысы жоқ, бірақ осы жақта бір танымал адам болғым келеді дейді, салмақты адам болғым келеді деп белгілі бір адамдардың атын айтып жатыр. Бірақ іс жүзіне келген кезде анамен андай жұмыс жасау өте қиын да, өйткені ананың өзінің қалауы блогерлікке қарай кетіп қала береді. Содан кейін барып жайлап білсем, оның айналасында орыс тілді блогерлер бар екен да. Бұл соған қатты еліктейді екен, сондай дүние жасағысы келеді. Бірақ өзінің қалап отқаны, мысалы Марғұлан Сейсенбай секілді танымал болғым келеді дейді. Бірақ тірлігі Жанабіловке ұқсайды деген секілді ғой. Тағы бір кейс болды, бір кісі мысалы қалалық депутат болғым келеді дейді да. Іс жүзінде жұмыс жасаған кезде келмейді. Істеме деген нәрсені істей береді. Содан кейін ерінбей, мысалы ресторандағы жағдайларын көрсетіп, мына жерде демалып жатыр, мүйтіп жатыр. Менің не тамақ ішкенімді білу керек деген кешен ғой, таза кешен. Неге ол үйте береді деп әлеуметтік желісіне кіріп, кімді оқиды деп анализ жасап шығарсам, шетелдік орыстардың сондай қыздарын қарайды екен да, соған ұқсайды екен стильдері. Комплексі бар адам ғана еліктейді. Иә. Жалпы әлеуметтік желі не үшін керек дегенге сәл айта кетейін. Егер сен бизнесмен болсаң, әсіресе шағын бизнесмендерге, сен репутацияңды, то есть компанияңды тез көтергің келсе, жеке адам арқылы, яғни басшы арқылы көтеру ең жылдам құрал. Егер оған басшы дайын болса. Ал саяси жағдайда енді партияларға немесе сайлау кезінде ол құралда өте әдемі керек. Бірақ әкім тұрғысынан, министрлік тұрғысынан ол құралдар меніңше ол өтпейді. Ол жерде сен әлеуметтік желіде барсың, кризистік жағдайда сенің басқа құралдарын жұмыс жасамай жатқан кезде сен шығуға дайын болуың керек. Яғни бір жерде бір үлкен шу болып жатыр саған қатысты. Сен ешқандай пресс-релиз жазбай, бірден шығып, яғни жылдамдық қой жерде. Бірден шығып, осындай болып жатыр, біз жағдайды реттеп жатырмыз, негізі ситуация мынандай болды. Әкімнен керек сол ғана. Басқа уақытта жаңағыдай отбасылық суретіңді, кейбір жиналыстарыңды жай көрсетіп қойып, аккаунтыңды ұстап отырсаң жетіп жатыр. Нет, бұл жерде мынандай дүние бар ғой. Кризис, біз репутацияны, беделді, сенімді кризис туғанға дейін жинаймыз. Енді сол айтып отқаным сол ғой. Фук етіп шыға келу, сізге бедел бермейді, сізге сенбейді, бұл кім? Жоқ, мен айтып отқан жаңағыдай қатты блогер құсап белсенді жүргізу қажет емес. Блогер сияқты керек емес. Арасында көрсетіп тұр. Өйткені сенің басқа аккаунттарың бар жұмыс жасап жатқан. Сенің жұмысыңды көрсетіп жатыр, сенің видеоңды таратып жатыр, іс-шараңды айтып жатыр, істеп жатқаныңды. Ал кризистік жағдайда мына құралдардың әсері өте аз болып қалады. Ал сол кезде сен шықсаң, ол өте жақсы әсер етеді. Проблеманы тез шешеді. Журналист ретінде айтыңызшы. Кризис болды, бірінші басшы шықты-шықпады, қаншалықты әсер етеді? Енді ол мәселе былай ғой, бізде сондай жағдайлар болды ғой. Бізде негізгі мәселе кризистік жағдайда үндемей қалу, үндемей құтылу мәселесі. Керісінше шығып, мән-жай түсіндіріп, қажет болса кешірім сұрап, сондай бір қадам жасалса, онда ол мәселе шешілуі өте жақсы болуы мүмкін. Бізде көбінесе енді отырады ғой, кемшілікті мойындау біздің қоғамда өте қиын нәрсе. Қиын, Ол мысалы, сыйған бір сын айта ма, сен салқынғанды, мен қателестім, мен мына мәселеде қателестім, бірақ мен мына жағдай болды ғой деген сияқты аргумент айтып, жағдайды өзінің бейімдеп алу мәселесінде бізде әлде айтып отырмын ғой, бізде көп жағдайларда ондай жоқ. Сондай басшы болды ма? Ақтап отқан әкім, мысалы қаланың әкімі, Астананың әкімі, кешегі жағдайда бір өзі мәлімдеме жасады ма, мен көрмедім. Қай мәселе? Кешегі су тасқынына байланысты. Су тасқыны кешірім сұраймын. Ол маңызды емес қой, ол қалыптың алдында шығу, шықпау. Просто мен жаңа СК-дағы бір ғана көрінісін айттым да, негізгі бізде былай репутация басқа дейді да, айналып келгенде сен жаңағы Ақордаға ұнасаң болды ғой. Ақорданың бір белгілі бір деңгейде биліктің жаңа дөкейлер президентке бір қайшы келмесең, сен кез келген жағдайда жүре бересің, қызметің жасай бересің. Мен бұл жерде тікелей президентті мысал келтіргім келеді. Бүкіл өрт болып, ана, өңірде былтыр ма, қай жылы? Семейде. Ол кешірім сұрады ғой.
Ол таза кейс қой. Бұның алдында Мақұл, подкастта айттық, ол Қазақстандағы бірінші кешірім сұрау болды. Мейлі ғой. Ол бізде деген бар ма басшы, басқа? міне басшының бірінші басшының істегені. ешкім депутат та ешкім Президент өз кешірім сұрады ғой. Экология министрі Зүлфияның Сондықтан жоқтап айтуға жылап болмайды. сол эпизодты көп кейбіреулер айыптады. Мен адам ретінде ол Дұрыс. норма. Иә, Мгм. дұрыс. Жыласа Ол иә, шынайылық. жылай, иә, жыласа жыласын шынайылық. дейсіз Жыласа ғой. жыласын. Ол өзінің Шынайылық. қателігін түсініп тұр, шынайылық. Иә, Бізде өзі- соны қабылдау жоқ. анандай қайғыда жыламау мүмкін емес. Мүмкін емес. Президенттің өз кешірім сұрады. Сондықтан бұл жерде былайша айтқанда бірінші басшының репутациясы әсер ете ма? Командаға капитал ма? Капитал. жоқ енді мысалға Не президент істеді? кешірім сұрады дедіңіз. Басқа кімдер де соны Окей, үйренсін. басқа президенттен кейін Енді. басқа ешкім кешірім сұраған жоқ сияқты ғой. Мені қателесем ба? Жақсы, мен бір Айтшы. нәрсені Есімде айтқым жоқ, келеді да, біреудің кейде Кім бір сұрады? неткім келеді. Қарның ашады бір нәрсеге. Румель Шокова бар емес па? Ол енді компания ғой. Иә. бұл Компания, мемлекеттік иә. қызметкер емес. Бір нәрсеге қарның ашады. Міндетті түрде президент жүру керек. Міндетті түрде президент айту керек. Міндетті түрде президент тапсырма беру керек. Ал мемлекеттік кез келген деңгейдегі бірінші басшы, жалпы ересек адам, ол уже коммуникатор, менеджер, бәрі өзі шешіп, стратег. Біз қаншама нәрсені оқытып жатырмыз, мемлекет деңгейінде, әр адам өзі тұлға ретінде жұмыс істейді, өзіне MBA, не MBA, неше түрлі деңгейлер деген сияқты. Оның бәрінің ішінде менеджменттің ішінде коммуникация менеджменті, барлығы упаковка. Мен енді мемлекеттік басқару академиясында, президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясында аккредитациядан өткен бизнес тренер ретінде коммуникация менеджментінен сабақ беремін. Бәрі бар. Шетелден де әкеліп жатырмыз, басқадан да әкеліп Бағасын жатырмыз. айта кетіңіз. Бірақ жоқ, ол академиянікі ғой, мен шақыртылатын тренермін. Айтайын деп тұрғаным, мен таң қалғаным, мен риза болдым. Ана жерде деңгейіне сәйкес саяси корпус, басқа корпус, шетелден де эксперттерге оқытылып жатыр, беріліп жатыр. Басында айтқан сөзім жауапкершілік. Мен оны алдым ба оқытқанды, дайындалдым ба, отырып жұмыс істедім ба? Егер мен отырып өзім жұмыс істемесем, ананың бәрі суға сіңгенмен кетіп қалды. Бірдей кетіп қалғанмен бірдей кешіріңіздер енді. Дегенмен менің айтпағым сол. Сен ересек адамсың ба? Жоқ, үнемі саған президент айтып жүру керек па? Бір балабақша ұқсап кетеді кейбір жағдайлар. Қайтып қоймайды дейді, әлеуметтік желі әлі ашылған жоқ деп. Ашылған ғой. Мына нәрседе, мысалға, бағана осы подкаст басталардың алдында бір шетін талқыладық қой. Әкімдердің, министрлердің, тіпті компания басшыларының жаңағы елім деп соқсын жүрегім форматында мысалға әртүрлі рилстар шығаруы, иә, ол бір. Екінші, мен мынаны өткенде қай журналистің несінен көріп қалдым. Ол былай айтады, жаңағыдай белгілі бір министрге қатысты жаңағыдай бір шу шыққан кезде астына боттар, ол керемет адам деген сияқты нәрсе. Журналист айтады, мен сондай боттар пайда бола бастағаннан маған сол тақырып қызық бола бастайды дейді. Қыздырады ғой аналар одан сайын. Ол да охватын көтереді ғой еще. Охватын көтереді. Ол бізде Ерболаттың уәде бағдарламасы бар ғой, Ерболат Мұхаметжанның. Сол жерде нақты көрінетін. Өйткені қай әкімнің астында боттар жұмыс жасап жатыр, қай әкімнің астында қаншалықты әсер етеді ресурс осы жұмыс жасап репутацияға? жатыр деген. Кері әсер етеді. Енді жалпы халыққа білмеймін, оны айта алмаймын, халық оны қалай қабылдайтынын. Ал енді мамандар үшін, журналистер үшін ол меніңше сәл ұяттау. Өйткені біз біліп отырамыз не істеп жатқанын астында. Сіз енді сол саланың мамансыз да, сіз білесіз, біліп отырасыздар ғой. Қараңыздар. Кейінгі кездері мына тренерлерді, сосын коучтарды біз мүлдем бір жексұрын қылып жібердік та. Шын мәнінде кез келген мемлекеттің деңгейі, біз айтамыз ғой, экономикалық көрсеткішіміз біздің сауатымызға байланысты. Мына коучтар, әртүрлі тренингтерге барамыз, жеке барамыз, арзан болсын, қымбат болсын, біз бәрібір де сауатымызды ашып жатырмыз. Оны біз бөлмей қояйық, анау жақсы, мынау жаман демей қояйық. Осы жерде жылдан жылға халықтың сауаты ашылып келе жатқанын, халықтың да мемлекеттік қызметкерлер, ол тек қана әкімдер емес. Яғни халықта сенбейді дегіңіз келеді ғой. Блогерді сатып алуға болады, боттарды көрсіп, боттар жүгіріп келді. Оның бәрін біліп отыр, бұның бәрі кері жұмыс істейді. Мен онда басқа пікір айтайын. Көрдің ба? Халық мақтап жатыр.
көрдің ба, елдің барлығы қарап отырған жоқ қой. Мысалға, олардың барлығы жұмыла осындай нәрсе, өйстіп жұмыла мақтамайтын еді ғой деген нәрсе бар да. ол трецтің қолданушылар емес шығар. Жұмысына қатысты андай нәрсе бар да. Бізде бұрынғы бір алғашқы 5 комментарий деген секілді бұрын жұмыс жасаған системалар бар. Қазір әлі сол системамен қалып кетті да. Негізі бұның өзін бізде де мүмкін жұмыс жасап жатқан шығар. Жаңа деңгейге шықса, халық та, журналист те ешкім сезбей қалады, қалай жұмыс жасап жатқан. Сонда, мысалға, әлеуметтік желіде бірінші басшының репутациясына қатысты кризис болды. Боттарға қатысты енді белгілі болған шығар. Қандай нақты инструменттер, не істеу керек? Боттарды қосу керек па дейсіз ғой? Енді бұл жерде бір Боттарды қосу керек па жоқ па? Бұл жерде бірінші нәрсені айтайықшы. Ірі компанияда да, жаңағы кез келген мекемеде басшыға 100% репутацияны байлап тастауға болмайды. Ол өйткені жаңағы сіз айтқандай қоңырауды үлкейте түседі. Ертең бір проблема болған кезде, бастықтың жеке басына қатысты немесе басқа нәрсеге қатысты проблема болған кезде, ол бизнеске әсер етеді. Негізі бұл басында алып келіп, бизнестің бастауында, одан кейін жайменде бөлектеп кету керек та. Мына компанияның репутациясы бөлек кету керек. Мысалы, маған қазір ұнайтыны нелерде, мысалы, кофейнелер, ресторандар өзінің қызметкерлерінен андай сол брендтің лицосын жасайды. Лицо шығарып алды деп. Мысалы, сол құралдар өте әдемі ұнайды. Өйткені ол қызметкер бірдеңе проблема шықса одан, оны басқа жаққа ауыстыра алады. Компаниялардың атын атауға мүмкін болса? Болады. Мен Каспий банк Еркін форматы. Ақшасын сосын аламын. Мен пиар маман ретінде әрине саяси науқан кезінде бастадым аймақтан, дегенмен ресми түрде жұмыс істегенім, енді Каспий банкте жұмыс істедім, алғашқы қазақ тілді пиар маман болыппын. Мен айтайын дегенім, мына команда, адам ресурсы ең қымбат ресурс. Бірінші басшының репутациясымен қосымша, мен жаңа басында айтып кеттім ғой, командаңызда сол бірінші басшымен бірге құндылығыңыз, миссияңызбен бірге жұмыс істемесе, онда ол жұмыс істемейді деп. Каспий банкте бұның бәрі жолға қойылған. Әрбір команда мүшесі жанып тұрған әлеуметтік желіде қып-қызыл болып Каспий банк болып тұр. Яғни Каспий банк алғашқы ең тұңғыш, былайша айтқанда Қазақстандағы, енді мінсіз демей қояйын, адам капиталын дұрыс қолданып, пиар, репутация, бедел тұрғысынан алғанда ресурс ретінде пайдаланып, әлеуметтік желіге қызметкерлерінің парақшасын компанияның беделіне жұмыс еткізіп, оған бөлек бөлім ашып, баяғыдан қолға қойған компания. Бұл жерде қызметкерлерді міндеттеп жатыр ма, немесе міндеттеген жоқ. Қараңыз, өздері барлық әрқайсысы нәрсе ішкі корпорация коммуникациясынан басталады. Мен жаңа айттым ғой сізге, мен бірінші басшымын, сізді жұмысқа шақырсам, менің құндылығым мынандай, біз осылай, біз сіздерге тағы не істей аламыз деген құндылықпен мен сізді прокачивать етем, бәріңді прокачивать етем. Сосын сендердің көздерің жанады, ішкі бонустарым бар, мотивациям бар, сіздермен санасам. Ол жерде бөлек корпорация коммуникация, мәдениет, бөлек әлем программа. Яғни кризис болған кезде ішкі корпоративтік пиардың арқасында, мысалға, белгілі бір компанияның кризистен шығарып алуға болады деген сияқты. Енді бірінші басшының репутациясына қайта келетін болсақ. Осы жерде Каспийге айта кетейінші. Қателеспедім, 1-2 жыл бұрын бірнеше рет болды. Каспийге қатысты шу болған кезде Каспийдің басшысы өзі шығып мәлімдеме жасады. Проблеманы тез шешті. Бірақ ол кісі басшысы бір әлеуметтік желіде бір қатты белсенді емес, менің білетінім. Енді парақшасы бар, жазып тұрады. Вот бағанағы айтқаным осы ғой. Жазып тұрады. Жаңағы кеңесім ғой менің десеңші. Парақшасы бәрібір бар. Бар, болу керек ол міндетті. Мақұл. Бірінші басшыда кризис болған кезде, мысалы, сіз журналист ретінде, міндетті түрде сіз белгілі бір кризис жазасыздар. Не күтесіздер, қалай болу керек сіздердің ойыңызша? Мысалға айтады ғой, мына бер жағынан деген сияқты, көпірдің бер жағынан қандай кеңес берер едіңіз? Қандай да бір мәселе болса, мысалы, бір проблема болды, сын жазылып жатыр. Меніңше осы мәселені давай бірге шешейік. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Жейсіздер ғой сосын? Неге жей? Енді егер әкім тұрғысынан қарасақ, ол ортақ бұрыннан бар проблема ғой. Ал бұрында болмаса, ол проблемадан қашпау керек. Қателік бар. Бірге жасауға болады. Мысалы, біз белсенділер сынап жатады дейді ғой. Мен ойлап, таң қаламын да, жалпы кез келген өзіңді сынап жүрген
нені белсендіні өзің жақтасын қылып алуға болады да. Енді әкел шай іш деп тұрсың тағы да бір адамның атын көп айтты ғой деп айта ма деп деп отырсың ғой. мысалы Асхат Аймағамбет министр болып келген кезде оны сынаған мысалы мұғалімдер болды белсенді. Соның бәрін өзінің табынушысына айналдырды. Табынушысына айналдырды дейді. Оны жақтап Иә. шыққандар болды да. мен осы тамаша Яғни өзін сынап жүрген адамды мысалы кез келген жағдайда қандай мәселе бар? Ол көтерген мәселені шешу. Ал кризистік мәселеде енді бізде жаңағы Ғабит Ыстықбековтің СК-ға келген кезде бір өткір сұрақтар қойдық, содан жаңағы боттар қаптады, жаңа жазып жатыр. Мен шыны керек күмәндана бастадым. Расында бұл керемет әкім шығар мүмкін деген сияқты да. Неге бәрі мақтап жатыр? Енді арасында президент болу туралы айтады да, біздің президент болу керек. Енді меніңше боттың кері реакциясы мысалы ана бір-екі президент болатын адам деген мәселеде біз тағы да бір шығарылым жасасақ, оның карьерасына зиян келуі мүмкін да. Сондықтан ана мөлшерлеп пайдалану керек қой әр нәрсені. орнымен. Ботты қолданудың зияны мысалы. Мен ойландым, осы бір жақсы мықты президент болды. Бізде енді ода тұрған не бар? Әкімдердің өте больной темасы ол. Бір бизнес процесте мынандай тамаша принцип бар. Инструмент тұрғысынан айтайын. Кез келген шағым, ол жеке компания болсын, мемлекеттік қызметке, әкімге қатысты болсын, процесс қой, жұмыс процесі, өмір, бизнес процесс. Шағымды боль клиента дейді. Маркетингте бизнес процесті оны жинап алады да, соны мен өзімнің қызметімді жақсарту үшін пайдаланамын. Ол ресурс. Адамның шағымы менің бизнесімнің, мемлекеттік қызметімнің, менің әкім ретінде жақсы болуыма көмектесетін ресурс. Мен оны жұмысқа аламын. Шағымданған адамды жинаймын, пікірлерін жинаймын. Тіпті репутация ғана емес, брендинг тұрғысынан алған кезде, өзің білесің, тамаша кейстер бар. Біз осылай ребрендинг жасайын деп жатырмыз. Конкурстар, идеяларыңыз. Бұл тегін ресурс. Оның несі бар, сайлау демекші, Францияның президенті нақты кейс ретінде ешқандай жарнама емес, 2000-нан аса волонтер Франция бойынша өтініш шағымдарды жинаймын деп. Пожалуйста. Кім жинап жатыр? Осылай президенттік үміткер жинап жатыр. Болды. Бірінші несі, содан кейін соның негізінде біз бағдарлама құрдық деп айтады да. Сонда бір кісілер шығып, біздің айтқанымыз қабылданбапты, ішіне кірмепті деген кезде айтады ғой. Оған қарағанда сіздікіне қатысты осынша пайыз болды, мына мәселеге қатысты осынша пайыз болды, сондықтан да біз осыны қабылдадық деген. Нақты кейс ретінде айтады да. Иә, ресурс болуы мүмкін. Басшыларға қандай кеңес берер едіңіздер? Бірінші кезекте басшы өзінің командасын, ол да үлкен тамаша ресурс. Біз жаңа айтып кеттік қой. Әлеуметтік желіге шыққыңыз келе ма? Командаңыз ресурс. Жалпы бізде қандай проблема бар деген сұрақ болды ғой сенде. Бірінші басшының қателігінен айтайыншы. Өкінішке орай, посткеңестік мемлекеттерде адам ресурсын бағаламау деген, санаспау деген бір кемшілік бар. Дамыған елдерде керісінше адаммен санасу, психотипіне байланысты тіпті керемет пайдалануға болады адамның әртүрлі қабілеттерін, талантын деген сияқты. Сондықтан іште де бизнесті өсіруге мен дұрыс басшы болсам пайдаланамын. Осын пайдаланса, сыртта да әлеуметтік желіде менің командамның мүшесі, міне 10 адам болса, менде олардың бәрі менің беделімді алып жүретін. Үйде болса үйде, көшеде болса да көшеде менің брендімді насихаттайтын. Мен соған сонымен жұмыс істеуім керекпін да, сондықтан үлкен ресурс. Яғни басшы өзінің репутациясын, өзінің абырой беделін нығайту үшін деп айтайықшы, сонда ең алдымен қызметкерлерге, яғни адами капиталға қатты мән беру керек, дұрыс па? Плюс қосайын, аудиторияңды да спокойно қолдануға болады, жаңа мен айтқандай. Жуырда бір үлкен бір жоба жабылды, бизнес жоба. Жетекшісі қоғамға белгілі азамат. Енді сол атын атап түсін түстемейміз ба? Атын атап түсін түстеу қиын. Жалпы неге? Меніңше жаңағы командамен санаса білу, ақыл кеңесін тыңдау, осы мәселеде бір кемшіліктер кетті. Үлкен жоба, мысалы, гүлдеп өсіп келе жатқан жоба жабылды. Мен білем. Деген гүл алып бізге айтпайсыңдар, жарайды, түсіндім. Яғни басшыға, яғни қызметкер адами капитал маңызды дедіңіз. Айналаның бәрі ресурс. Айналаның бәрі ресурс. Қандай кеңес?
Әлеуметтік желіге қатысты жаңағы айтқан бірінші кезекте ол саған керек па деген нәрсені біліп алу керек. И эмоциясыз пайдалану орнымен және біреуге еліктемей қолдану. Мен мына айтайыншы, мақұл құрсын, шынымен кішкентай деп айтайыншы, енді салыстырмалы түрде айтуға болады ғой. Мобилографтар жүгіріп жүріп айтады ғой. Не істеу керек, қандай видео шығару керек онда? Сіз айтқандай, жоғарғы жаққа көріну үшін не істеу керек сонда? Мобилография негізі дәуірі өтті оның. Әдемі кадрлардың қазір эмоцияның және шынайылықтың дәуірі келді. Өйткені оны ол шаблонды бұзған TikTok, одан кейін қазіргі Threads. Бұрынғыдай әдемі кадрлар, әдемі нелер өтпейді. Сол дүниелерді әдемі қолдану. Сосын жаңағы ғой, сонда саған не үшін керек деген нәрсені біліп алу керек та, нақты. Саған керек жаңағы басшыға жоғарыға ұнау ма, немесе халыққа ұнау ма? Басшыға ұнау керек болса, сен басшының подписчигін қарада, ол кімді оқиды дегенді қарада. Сен соларға шығуға тырыс, болды. Сол кезде сені басшы не істеп жатқаныңды көреді. Ол вечная проблема ғой, өздері оқып, мәз отырады. Уақыт өтті деп айтып жатсыз ғой бірнеше рет. Сол кезде есіме түсіп отыр да, мысалы Бердібек Сапарбаев марқұм әкім болып кеткен кезде халық шығарып салатын да. Мысалы біз сол кезде таңғалатынбыз, о керемет кезеңдер, мысалы шығарып салады. Қазір сол тәсіл өте ма қазір? Мысалы Сапарбаевтың қазір бұрын мысалы халық шығарып салып жатты да бірнеше облыстарға кетіп бара жатқан кезде. Дәл осыны қазір бір облыс әкімі жасаса, ол өтпейді. Халыққа жақын болса өтеді. Енді адам тұрғысынан қарасақ, әр адамның өзінің типі бар. Біздің ортада ол басшының бір харизмасы, қазақылығы деген нәрсе өте қатты рөл ойнайды. Ол кісінің мен қызметі қандай, қай жерде қалай жұмыс жасады білмеймін. Контекст маңызды. Бірақ ол кісі кәдімгі қазақ ортаға ұнайтын тұлға болды. Кез келген жерге, кез келген қазақ аймаққа кризистік маман ретінде баратын тұлға болды. Менде оған қатысты қателеспесем бір пост болды. Демек, егер оған басшы солай лайықты болып тұрса, халықтың өзі соны қалап тұрса, неге оны дұрыс жасамасқа? Жоқ, қараңыз, ол жерде жерде шынайылық. Әне Ахметовті солай істесе қалай болады? Білмедім, ол ұйымдастырмады деп айта алмаймын. Меніңше ұйымдастырды, қол астындағылар ұйымдастыруы мүмкін. Енді басқа қатысты. Ол метод қазір өтпейді. Жоқ, басқа Асхат Ниязовтың Нәлібаевқа қатысты постына қатысты бүкіл астына комментарийлерді көрсеңіз, мысалға, мен ойлағам сол жерде, құрсында бүкіл қызылордалықтар мына жерде жүр ғой деп. Мысалға, Асхат Ниязов сын ретінде айтты. Бірақ марқұм Сапарбек Машбекұлы шынайылық, халыққа жақын болды ол кісі. Ол кісі ішкен асын жерге қойып, халықтың мәселесімен айналысты. Үлгілі әкім қандай болу керек десе, мен сондай болу керек деп айтар едім, өйткені мен ол кісімен тікелей жұмыс істедім. Ол кісі жұмыс тобын басқарды, мен қайырымдылық саласында жұмыс істеген кезде, мен сол кезде ол кісінің адамгершілігін көрдім. Мына жаңағы санасу командамен сөйлеу мәдениетін көрдім. Барлық адамды бір соншалықты өзінің жақын баурап әкететін коммуникация шеберлігін көрдім. Ондай әкім бар. Бар шығар енді. Бірдеңе сұрайын ба? Ондай әкімді халыққа сұраңызшы, сұраңызшы. Жаңағы кез келген басшыны өзгертуге болады деп жатсыз ғой? Болады. Мысалы, сол секілді қазақ адамның образы бар дейік. Біз үшін қазір идеал деп айтайық, мақұл. Ал енді орыс тілді қалада өскен сондай әкімді осы образға алып келе аламын ба? Қаншалықты ол мүмкін? Енді орыс тілді әкімді жұмыс істеп қараңыз. Мақсат, задача тұрса, оған сол құндылықты қандай сіңіру керек? Орыс тілді болсын, шетелден келсе де, коммуникацияда сен келдің, сол келген жеріңе ментальный ерекшелікке сәйкес өзгеруің керексің. Мен қазір Африкаға барсам, мен коммуникацияны тастай бат деп айтамын. Сондай кейстер болды ма деп жатқанмын. Мен сіздің өнімді жарнамалап жатырмын жұмысты. Бар, жұмыс істейді оның барлығы. Барлық жұмыс істейді. Мен сізге айтайын тіпті, бір айдың ішінде, енді бұл жарнама емес, реально айтып отқаным ғой. Мен қазақша, ол саяси корпустағы адам, президентке тікелей қарайтын адам, тамаша, Билл Гейтс шаршап қалатын шығар, болашақпен оқып келген, ағылшыны керемет. Мен курс оқып жүрмін, бірақ мен сөйлей алмаймын, менің бір ай ішінде жағы шешендік шеберлікті қазақшаға акцент жасаңызшы деді. Мен оны қостым, бір айдың ішінен акция сайрап шықты. Білесіз ба, аватарында курсты бастағанда ештеңе жоқ, пустота болды, аватары бос болды. Ана курсты оқып шыққаннан кейін, соңғы тапсырмасын орындауға келгенде, әдемі галстук таққан, костюм шалбар киген суретін қойып, ана тесттен өтіп, ертесінде үкімет сағатында
қазақша сайраған кезде ағылшыншаға мен ағылшынша сөйлей проще дейді да сөйлеу, сондықтан қазақы иісті бір айда сіңірдім десем керісінше де істеуге жақсы, болады. бағасын айта кетші. Қазіргі әкімдерде мысалы кім ұнайды саған? Маған ба? Қиын сұрақ. Жеңіс Қасымбек дейсіз. Жоқ, енді мен былай. Мен ешқаны мен Барды бар деп айтып отырсыз ғой, енді біліп отырмын. былай ойлаймын. Сайлаумен келген әкімдер ұнайтын еді маған егерде. Иә. ұнайтын еді менің Тағайындалған әкімдердің ішінде мынау жақсы деп айту қиын. Мысалы енді жаңа репутацияға байланысты. Меніңше былай да, репутацияң керемет болып кеткен жағдайда да саған карьераңның қиыншылыққа тап болуы мүмкін, яғни қызметтен кетуі мүмкін. Баланс сақтау. Бізде бар ғой мысалы. бар Көп. Сондықтан бізде репутацияның жақсы болуы бұл аса маңызды емес. Мысалы енді TikTok әкімі шықты ғой, жарқырап, Талғардың әкімі. Ол қызметтен алып тастады. Яғни аудан әкімі қала әкімінің өзінен асып беделінің танымалдығының артып бара жатқанын ұнатпады и әртүрлі себептермен. Ол нақты нәрсе ме или сіздің болжам ба? Енді солай. топшыладым дейді. Мен былай айтайыншы, біз енді әкім министрлікке Бұл да проблема ғой. Бұл да Алып тастау проблема. деген проблема. Мысалға, қайтадан шетелдік кейстерге келсек, егер белгілі бір бірінші басшының репутациясына қатысты шу болған жағдайда компанияның құны түседі, акциясы түседі деген сияқты, ол тікелей қатысы бар да. Бізде Қазақстанда мен тек қана Чоконың кейсін айта алатын шығармын, шамалы. Оның өзінде бір жағдай не бар. Одан кейінгі Магнумда айта аламыз, мысалы, әйтеуір белгілі бір бизнесменнің қалтасына әсер етті деген сияқты. Бізде басқа бизнесмендерге, мысалы, бизнесте жүрген адамдардың, ол да басшы ғой, ол да өзінің несі, оның репутациясына қатысты ешқандай бір анау айтқандай болған жоқ та. Тек мен қателеспесем, жаңағыдай бір-екі бизнесмендер өзінің аты арқылы, мысалға Айдын Рахымбаев, мысалы, BI Group деген сияқты бізде көп қой, Ламтаз жазса айтып отқан Каспи деген сияқты, өздерінің қайда компаниясының акциясын өсіріп алды да, бірақ керісінше болған кейстер болған жоқ. Жаңағыдай бір шу шыққан кезде оның акциясының құны түсті, немесе жаңағыдай халық оның затын сатып алмайтын болды деген сияқты. Жоқ, түсті ғой, Чоконың да рейтингтері бәрі түсті ғой. Сосын кейін олар уже коммуникацияға кризиспен жұмыс істей бастады, сосын барып көтерілген шығар. Бәрібір де кризис түсіреді, әсер етеді. Бұл жерде маңызды нюансты ескеруіміз керекпіз да. Экономистер басқаша біз салыстырмауымыз керекпіз. Қараңыздар, жеке компанияда мен өзім коммуникацияны, стратегияны, тактиканы өзім шешем. Қалай сөйлеймін, қай уақытта шығам, не айтам, өзім шешем. Мен ешкімге былайша айтқанда жоғарыдан маған, ал мемлекеттік қызметте кешіріңіз, біз кешенді түрде қарауымыз керекпіз да. Мемлекеттік қызметкер, ол министр болсын, әкім болсын, мен жаңа жоғарыда құрмет туралы бекер айтып кеткен жоқпын. Олар бәрібірде мемлекеттік стратегия, мемлекеттік коммуникация, мемлекеттік тактика артын ойлап, былайша айтқанда жан жақты ақылдасу арқылы айтатын нәрсені айтады, айтпайтын нәрсені айтпайды. Сондықтан бұл жерде біз мүлдем салыстырмауымыз керекпіз деп санаймын. Жоқ, мәселе салыстырғанда емес. Менің айтқым келгені, әр салада, әр неде бәрібір басшы болады, және басшының репутациясы болады. Яғни менің айтпағым сол себепте де жаңағы кризис, дағдарыс кезінде жеке компания ұтымды пайдаланып кете алады, әкімдер оны пайдаланып кете алмайды. Неге пайдаланбайды? Екі бөлге болады. Бизнесменге неге әсер етпейді? Өйткені ол біздің халықтың біріншіден санының аздығы, және бір тақырыпты біздегі әртүрлі орта әртүрлі талқылайтында. Мысалы, діни орта өздері талқылайды, қазақ тілді орта өздері талқылайды, немесе оңтүстік өздері, батыс өңірі деген секілді. Және орыс тілді орта өздері талқылайды. Бұл бірінші нәрсе, яғни масса үлкен болмағандықтан ол әсер етпейді. Екінші, саяси тұрғыдан халық шулаған кезде белгілі бір әкімнің тірлігіне қатысты. Ол қай кезде әсер етеді? Егер халықтың реакциясына жаңағы тағайындалған деген әңгіме ғой, жоғары жақ халық шулап жатыр деп мына қызметін алып тастау. Бізде ондай кейстер жоқ. Тек біреуі ғана бар, Шымкент әкімінің алғаны, бірақ толық есімде жоқ, бірақ әйтеуір бір сондай шумен алып тастау. Қызметтен кеткендер болды ғой. Сондай санаулы ғана. Аудандар бар. Сондай майда шүйде бар шығар, но бір қатты бір есімде жоқ менің. Бір ай салып. Бірден енді биліктің де ол тактикасы шығар, халық шулап жатыр екен деп ешкімді бірден алып тастай қоймайды. Билік өзінің әлсіз екенін көрсетпеу керек. Оны бірден алып тастамайды ғой, ол жағын айта ақымақ емес қой енді мемлекеттік. Сондай нәрселер бар. Мынау жақында ғана мен дата порталдың несін оқығам, жарты жылдық медиа тұтыну бойынша жаңа өздерінің аналитикасы бойынша, сонда олар айтады, СНГ-нің тарапынан дейді, халықтың жалпы билікке деген сенімінің жоғалту салдарынан
СНГ елдері тек қана Қазақстан емес. Жол тарапынан мысалға мынау әлеуметтік желідегі агрессия, әлеуметтік желідегі негатив көбірек басқа елдермен, мысалы Европа немесе Америка елдерімен салыстырғанда дейді да. Соған келісесіз па? Енді октагон деген ойында қарайықшы, жекпе-жек төбелесетіндер бар ғой. Сол жерде менің байқағаным, ол жақтағы жігіттерді танимын. Жаңағы медиа төбелес қаттан да спортқа жатпай ма, сонда бірдеңе. Еркебұлан Тоқтардың қатысып жүргені. Кешірім сұраймын, енді ол жағына келгенде сауатсыз екенмін. Бұл жерде мысалы сол жердегі жігіттер айтады да, мысалы Өзбекстан, Қырғызстанда әлі сауат деңгейі бізге қарағанда төмендеу дейді. Олар әлі өздерін бізді мойында деген позицияда жүр дейді да. Өйткені сол жақта сол өзбектің боксшысымен біздікілер шыққан кезде ол жақта қолдау, агрессия, бір-бірін жеке басқа өте қатты болады. Ал Қазақстан ол деңгейден өтіп кетті. Оларға салыстырмалы түрде ол деңгейден өтіп кетті. Ал енді түсінікті, Европада кім төбелесіп жатыр, оған халықтың басы ауыртпауы мүмкін, белгілі бір топтан басқа. Төбелесте ғана емес шығар мәселеде. Мен сонымен мысал келтіріп жатырмын. Саяси тұрғыдан қазір айтайын. Мысалы мен бірнеше телеканалы бар, басқасы бар әлеуметтік желілерді басқарып отырмын ғой. Бұрын, мысалы Атамекенде жұмыс жасаған кезде негатив өте қатты болатын. Яғни телеканалдың жаңалықтардың астындағы негатив өте қатты болатын. Қазірге ол негатив азая бастады менің көзқарасымда. Немесе ол шашырап кетті басқа жақтарға. Емше бұрынғыдай ақуат жоқ, бұрынғыдай белсенділік жоқ бағана. Немесе салтанат сияқты мамандар. Ютубта. Ол енді жаңа Европада неге аз болатыны, ол бәрібір адамның тұрмысына байланысты ғой. Ашадам ашуланшақ дейді. Біздің тұрмысымыз, Европаның елдері, мысалы Европаның зейнеткерлері бірнеше мемлекетке барып саяхаттауға мүмкіндігі болатын болса, бізде ондай мүмкіндік жоқ. Бізде енді халықтың арасында жаңағыдай бәрі енді ТМД аумағындағы жағдай енді демократиялық мемлекеттер санаулы ғана ғой, тіпті жоқтың қасы деуге болады. Мысалы Украинада белгілі бір демократия болуы мүмкін, и Грузияда. Қалған көп мемлекеттерде жаңағы авторитарлы билік жүйесі. Сондықтан да ол халықтың жалпы өзінің басшысын тікелей сайлауы, әлеуметтік жағдайы мысалы төмен болғаннан кейін ашуыза содан туады негізі. Және де бұл жерде бір тамаша фактор бар. Технология зымыраған сайын дүние жүзінде геосаяси жағдайлар да, басқа да жағдайлар болғанына сәйкес, Қазақстанды ғана алмай қойық, бүкіл әлемде біз тез өзгеріп жатырмыз. Біздің тұрмысымызда, әлеуметтік жағдайымызда, экономикалық жағдайымызда қазір тез өзгеріп жатыр. Сол себепті мен ойлаймын, посткеңестік дегенде бұрыннан келатқан стереотиптер, біздің жаңағы деколонизация деген сияқты психологиялық тұрғыда ғана мынау мөшектеріміз арқалап жүрміз ғой. Оны былай қойғанда, біз қазір жанталасып, заманымызға сәйкес қатты өзгеріп жатырмыз. Менің ойымша, біз бұнды ұмытпауымыз керекпіз. Жаңағы неге Қазақстанның халқы Өзбекстанға қарағанда мындай деген сияқты, бұл жерде де жаңағы сауат, экономика өркендеуімізге тікелей байланысты. Айтпағым басқа дейсейші. Басшы репутациясы сонымен басты капитал ма, жоқ әлде мекеме үшін белгілі бір қауіп, риск пе? Егер демократиялық, егер жаңа бизнеске мен аса бір немі жоқ, жаңа квази мемлекеттік бизнесті мен как мемлекеттік қызмет, осы министр, әкім жағдайында алатын болсақ, толыққан демократиялық мемлекет болмағаннан кейін бізде аса маңызды емес репутация. Қалай ойлайсыз? Мына пікір қызық екен. Кез келген проблеманы сайлау ғана шешетін сияқты болып тұр да. Боксының сайлау деген жоқ. Ойында сайлау. Мәселе былай. Егер демократиялық ел болатын болса, басшыны, мысалы бізде болды ғой. Қараш, біздің шыққан жеріміз қайда, демократия қайда. Біз енді түсінікті ғой, біз ол жаққа бірден бармайтынымыз. Ол процестен бір бәрі өту керек. Ал сұрақ, басшы репутациясына, басшы репутациясы жалпы мекеме үшін. Былай айтайыншы. Мен сұрақты қоймай тұрып мен бір нәрсені айта салайыншы. Біз осы уақытқа дейін демократиялық мемлекет деп басымызды бұрып, құрлықтың ар жағына қарап келген мемлекеттердің өздері бүгінгі таңда өздерінің демократия емес, ақшаға бәрін сатып алып, бәрін өзгерте салып, айтқан сөзінен тайқып кете салып жатқан кезде, демократия мынандай деп айтудың өзі. Мен демократия сұрақ қоя бер. Егер дұрыс қолдана білсе, ол үлкен құрал. Ал дұрыс қолдана білмесең, ол үлкен қауіпке кризиске алып келеді. Міндетті түрде бірінші басшының беделі жүріп тұрғаны мен бағана айтып тастадым, тікелей әсер етеді. Бұл капитал, бұл құрал.
жүз пайыз жұмыс істейді, дұрыс қолдану керек, болды. Осы подкастты қорытындыласақ, иә, нақты қысқа, мен жаңа басында айтқан болатынмын, мүмкіндігінше пайдалы, мүмкіндігінше инструмент ретінде болса деген, бірінші басшының абырой беделіне, мысалға, иә, ұтымды пайдалану үшін мекемелер, ол мемлекеттік болсын, ол бизнес болсын, квази болсын, не істеу керек? 1, 2, 3 деп әрқайсыңыз, өйткені әрқайсыңыз бөлек-бөлек бір төбесіздер да, мысалға, әлеуметтік желі болсын, пиар болсын, журналистика болсын деген сияқты. Репутациясын көтеру үшін? Иә, жалпы басшы, сізден сабақ алу керек, менен кеңес алу керек. И бірге шай ішу керек, болды. Әдемі. Жанасылдың жағы кеңесі қалай дедіңіз? Менен кеңес алу керек, Салтанаттан сабақ алу керек, және Серікпен шай ішу керек. Керемет. Енді мен енді былай нақты бізде енді репутация деген мәселе, мысалы жаңа TikTok әкімді Талғардағы еске алып жатырмыз да, тағы да мысалы қазіргі енді құрылтай сайлауын айтпай кетуге болмайды, мысалы небір Бақытжан Базарбек секілді, Абзал Құспан секілді, Ермұрат Бәпи сияқты қалай болғанда да белсенді депутаттар болды ғой, олар неге тізімге өтпей қалды? Себебі саяси карьерасын жалғастырғысы келмеді. Жоқ, мен олай ойламаймын, олар депутат болғысы келді біразы, мысалы Бақытжан Базарбектер өтпеді. Мен біздің саяси жүйеде асып бара жатсаң, халықтың алдында сүйкімің асып бара жатса, сені ығыстыра салатын тәсіл бар. Меніңше, мысалы, Аша Матайдан қарағанда Бақытжан Базарбек көбірек депутат болса пайдалы болар. Неге әнші болса ол депутат болмау керек деген позиция бар? Сіз мысалы Зеленский президент болып отыр ғой. Енді жаман жақсылы үлкен тегеурінді қарсылығын көрсетті Ресейге. Бірақ Аша Матайдың ешқандай деңгейі жоқ қой. Мен ол жерде көрген жоқсыз ғой. Неге көрген жоқпыз? Біз өткенде съезге бардық қой, сол кезде сұрақтар, ана Асхат Ниязовтың несінде жүр ғой, ана сұрақтар қояды, нақты ол жауап бере алмайды. Ол мүлде ешқандай бұған дейін бір қоғамда бір танылған, бір қандай да бір мәселеге байланысты араласқан адам болатын болса, әншілер, өнер адамдары заңды түсініп, болмаса не үшін парламентке келген, құрылтайға келгендер түсініп, бұл жалпы Европада және Америкада белгілі бір спорт. Оларда бір сауатты адамдар бар. Жоқ, ол былай. Белгілі бір спорт немесе эстрада жұлдыздарын, олардың өздерінің электораты бар, және ол сол электоратын біздің партиямызға алып келеді деген ниетпен ғана. Оларда саяси реакция бермей ма? Қараңыз, мен қазір мына жерде жалпы пиар саласының маманы ретінде, пиар технолог ретінде айтайын. Бұл нәрсе бұл тек қана Қазақстанда орын алған кейс емес, бұл Европада жиі қолданатын, Америка жақсы көре қолданатын технология. Бұлар мынау спорт жұлдызы болсын, мысалға, біздің электоратымыздың ішінде олар қалай істейді? Анализ жүргізеді, біз айтады, бізге мынау аудитория керек, мынау аудитория керек, мынау аудиторияда біз кемшін болып жатырмыз, осылар тарту керек деген кезде спорт жұлдызын, эстрада жұлдыздарын өздерінің сайлау алды бағдарламасына қатыстырады. Олардан саяси технологияларды білу немесе ішкі құрылысты білу қатты міндеттелмейді, және оларға ондай сұрақтар қойылмайды да. Олардың жалғыз қойылатын, жалғыз міндеті ол өзімен бірге өзінің электоратын алып келу. Болды. Менің топшылауым бойынша бұлар, мысалы, Аша Матайдың осылай жаңағыдай депутат болмауының өзі қазір жаңағыдай оның өзі сұрақ тұрғызады, ол шешілмеген нәрсе. Бірақ Аша Матайдың электоратын, яғни қалаулым болсын, тағы басқа болсын, жастардың электоратын ол сол арқылы өздеріне назар аударта білді ме? Назар аударта білді. Бұндай нәрседе политтехнологияларда ең алдымен сен назарды аудартып алуың керек. Мен мұндамын. Содан кейін сен өзіңнің бағдарламаңды оларға өткізе беруің керек. Бұл екінші технология. Бізде біріншісі жасалды да, екіншісі, кешірім сұраймын, сауатсыз жасалып жатыр. Мәселе сонда ғана. Болды. Журналистердің өздері жаңағыдай ананың артын ашуға кірісіп кетеді да. Мысалы, республиканың баласы, Икінің баласы. Марлен бет қалайды? Менің позициям осы осылайды. Мен жауап бердім, сен сұрауға. Ал, жауап беріңізші. 1, 2, 3 деп жауап беріңізші. Түсінбей қалдым. Менің сұрағым түсінбедіңіз, қайталап айтайын ба? Мына кісіге де айтқым келді, Аша Матай болсын, басқа өнер адам болсын, жоқ, сұрақ былай болды. Мақсат тұр да, ол тарту, аудиториясын алу одно, но отвлекающий маневр да болуы мүмкін. Сондықтан ол жерде сұрақ үлкен да. Ал енді қорытындылап жауапқа көп нәрсе айттық.
бір екі үш дейтін болсақ, беделді қою, қалыптастыру барлық инструмент құралдар бар. Дұрыс адамды жалдау деген сияқты алу керек та, былайша айтқанда өзіңе анализ жасап, менің беделім қандай деген басшы болса, онда өзінің қателігін де, кемшілігін де, мен айтқанда кемшіліктің өзін ресурс ретінде өзін жақсарту үшін жұмыс істеуге болады. Бәрі бар. Мәселе сода. Сіз кіммен жұмыс істейсіз, ол кезде біз қайтадан Жанасылдың айтқан несіне келеміз да, менен кеңес алу керек, Салтанаттан сабақ алу керек, және серікпен шай ішу керек деген. Біз осыдан 5 жыл бұрын алдағы 10 жылда коммуникацияда ең өзекті болатын трендтер, талаптар дегеннің ішінде бірінші кезекте 5 жыл бұрын шынайылық болған. Біз сол кезде айтқанбыз. Осыдан кейін 10 жыл, 5-ақ жыл өтті, шынайылық 2 жыл болды. Шынайылық деп ешқашан күн тәртібінен түспейтін сияқты. Коммуникациядан қашпау керек. Сіздерге көп рахмет. Байланыстамыз. Саясатта керек. Әрине керек, ол да керек. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет. Байланыстамыз. Серік, сен просто бір саяси тақырыпта дауласу керек екен.